Ассаляму алейкум. Бүгін үйде дөнер дайындаймыз. 400 грамм тауық етінен алыңыз. Оны кесектерге, содан кейін жолақтарға кесеміз. Сұйық майды табаға алдын ала қыздырамыз. Осыған енді етті саламыз. Етті жоғары температурада қуырамыз. Содан кейін 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка, шай қасықтың 3-тен 1 бөлігін ащы бұрыш және қара бұрышты қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы 3 минут қуыру керек. Оттан аламыз. Енді көкөністерді дайындаймыз. Қиярды жіңішке жолақтарымен кесеміз. Қызанақты да солай кесіп қойыңыз. Пиязды да жіңішке етіп тұраңыз. Барлық керек заттар дайын, енді дөнерді жинай аласыз. Алдымен жуылған және кептірілген пекин қырыққабат жапырақтарын лавашқа қоямыз. Оның үстіне қуырылған тауық етін, келесі пияз, содан кейін қызанақ және қияр саламыз. Үстіне кетчуп, содан кейін майонез жағамыз. Чипстерді ең соңында саламыз. Енді шеттерін бүгіп, рулет тәріздес ораймыз. Мұны мықтап орап алған жөн. Кез келген қолайлы табаны алыңыз, майлаңыз және дөнерлерді астыңғы жағымен қойыңыз. Үстіне тегіс табақ немесе табақша саламыз. Және де оның үстіне ауыр нәрсемен басамыз. 2 минут ішінде орташа отта қуырамыз. Содан кейін үстінен бәрін алып тастап, екінші жағына аудару керек. Сондай-ақ 2 минутта қуырамыз. Дөнерлер дайын, өте керемет болып шықты. Ішіндегі салмасы дәмді, ал сыртындағы лаваш қытырлақ болып шықты. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.